Ішкі істер халық комиссариатының, яғни НКВД мұрағаттарында сыртына мәңгі сақталсын деген мөр басылған істер бар. Бірақ олардың арасында дереу жойылсын деген жазуы бар басқа да папкалар кездеседі. Неге десеңіз, бұл папкалардағы оқиғалар биліктің өзін қалтыратып зәресін алған еді. Ол құжаттар бір қаламмен миллиондаған адамды лагерлерге айдаған құдіретті генералдардың, өмірдің қожайындарының да осал тұсы бар екенін көрсетті. Ол олардың тойымсыз нәпсісі мен асқазаны болатын. 1948 жылдың күзі. Алматының іргесіндегі тау бөктеріне жасырынған элиталық көлді арнайы саяжайы. 3 метрлік биік қоршаудың артында қарулы күзетшілердің қорғауымен үлкен той дайындалып жатты. Саяжай иесі генерал Бақытжан Арғынов өзінің мерейтойын атап өтпекші. Бүкіл ел ашаршылықтан бұратылып отырғанда, оның үстелі қара уылдырық пен шетелдік коньякқа қайысып тұрды. Генерал министрлер мен прокурорларды күтіп, өзінің салтанатты кешін асыға күтті. Бірақ ол бір ғана нәрсені білмеді. Ас үйде бұрқыраған бу мен қуырылған еттің иісі арасында 22 жастағы нәзік қана Арайлым есімді қыз оған арнап ең басты сыйлығын дайындап қойған еді. Бұл тағам олардың барлығын азаптан қуырып, НКВД жертөлелеріндегі құрбандар сияқты өлім тілеп жалбарынуға мәжбүр ететін еді. Достар, бүгін біз қарапайым аспаз қыздың тапталған ары үшін қалай кек қайтарғаны туралы тыйым салынған тарихты баяндаймыз. Қарапайым адамдардың тойымсыз шенділерден қалай кек алғаны туралы шындық жарыққа шығуы үшін дәл қазір арнаға жазылып лайк басыңыз. Генерал Арғынов жүйенің жай ғана адамы емес еді. Ол сол жүйенің қан шер азу тісі болатын. Көз алдыңызға салмағы 140 келілік алып денені елестетіңізші. Семіздіктен сіңген, үстіндегі әскери киімі жыртылардай болып әрен тұрған дәу. Оның қып-қызыл, ісіңкіреген бетімен май басқан кішкентай көздері адамдарға үнемі баға беріп, базардағы етке қарағандай қарайтын. Одан үнемі шексіз биліктің жүрек айнытарлық иісі шығып тұратын. Қымбат темекінің, коньяктан қалған ауыр демнің және ешқандай шетелдік иіссу баса алмайтын кердің қышқыл иісі бір-бірімен араласып кеткен. Ол бұл өмірде екі ақ нәрсені жақсы көретін: жарылғанша тамақ жеу және сұлу қыздардың тағдырын тәлкек ету. Оның көлді саяжайында жұмысшылар ұзақ тұрақтамайтын. Күтуші қыздар әр жарты жыл сайын ауысып тұрды. Масқараға шыдай алмай, біреуі қорада асылып қалса, екіншісін жүйке ауруына ұшырады деген диагнозбен жындыханаға жауып тастайтын. Ал кейбіреулері жақын маңдағы орманға сіңіп, із-түссіз жоғалып кететін. Жергілікті халық жақсы білетін, Арғыновтың саяжайынан ешкім өз еркімен жұмыстан шықпайды. Арайлым бұл тозаққа Жетісудың түкпіріндегі шағын ауылдан келді. Ол небәрі 22 жаста еді. 1948 жылы ауылдарда әлде ашаршылық үстемдік етіп тұрды. Адамдар алабота жеп, нанға ағаш үгіндісін қосып пісіретін. Ал Арайлымның бойында Құдай берген аспаздық дарыны бар еді. Ол қара судан дәмді көже қайнатып, шіріген картоптың өзінен патшаның алдына қоярлық тағам жасай алатын. Вокзалда науқас анасына дәрі алу үшін өз қолмен пісірген бауырсағын сатып тұрғанында, оны Арғыновтың көмекшісі байқап қалады. «Жақсы өмір сүргің келе ме, қарындас?» деді офицер, оның сұлу мүсініне сұқтана қарап. «Үлкен кісінің қолында жұмыс істейсің, қарның тоқ, киімің бүтін болады, анаңды да емдеп аламыз». Арайлым келісті. Оның басқа амалы жоқ еді. Ол өзін жай ғана аспаз болып бара жатырмын деп ойлады. Құлдыққа түскенін білмеді. Алғашқы күндері саяжай оған жұмақ болып көрінді. Жылы бөлме, ыстық су, ең бастысы тамақ. Арайлым өмірінде мұндай молшылықты көрмеген еді. Қазы қарта, жал жая, уылдырық толы құтылар, шетелдік шоколадтар мен жемістер. Генералдың бір айлық азық-түлік үлесімен бүтін бір ауылды бір жыл бойы асырауға болатын еді. Бірақ бұл жұмақтың өтеуі тым ауыр болды. Бір аптадан соң Арғынов демалысқа келді. Ол түн ортасында Арайлымды ас бөлмесіне шақыртты. Тамақ пісіруге емес, дастархан жаюға. Генерал түймелері ағытылған күйде әбден мас болып жұмсақ орындықта шалқалап жатты. Оның бұлдыр көздері
қызға қадалып қалған. «Кәне арайлым», деді ол, майлы еріндерін жалап, қарлығыңқы дауыспен. «Қожайыныңды тамақтандыр». Сол түні арайлым бұл жерде адам емес, жай ғана зат екенін түсінді. Ол қызды жұдырықпен ұрмады, жоқ. Генерал адамды психологиялық тұрғыдан айуандықпен қорлағанды жақсы көретін. Ол арайлымды үстелдің астында ит құсап жорғалатып, өзі тамақ ішіп отырғанда жерге түскен трихындарды тергізді. Ал содан кейін күшпен өз дегеніне жетті. Қазақ қызының арын таптап, еш аяусыз қорлады. Таңертең ол жатын бөлмеден киімі жыртылып, жаны жараланып әрең шықты. Оның бір ғана тілегі бар еді — өлу. Қақпаға қарай тұра жүгірді. Бірақ күзетшілер оған қарап тек мысқылдай күлді. Күзет бастығы капитан Сәбитов автоматының бекітпесін сарт еткізіп тартып қалып, былай деді: «Қайда бара жатырсың, ақымақ? Бұл жерден шығар жол біреу-ақ. Не табытпен шығасың, не тау ішіндегі белгісіз шұңқырға көмілесің. Сен енді мемлекеттің меншігісің. Қожайын оянбай тұрып ас үйге бар. Ол таңертең ыстық бауырсақ жегенді жақсы көреді». Осылай бір жыл өтті. Арайлым өзгерді. Ауылдың ақ жарқын, күлімдеген қызынан тірі елеске айналды. Ол жылауды қойды. Көз жасы әлде қашан құрғап, ішінде тек мұздай суық, үңірейген бос кеңістік қана қалды. Ол көрінбейтін адам болуды үйренді. Мінсіз тамақ пісірді, мінсіз тазалады. Арғынов мас күйінде ыдыстарды лақтырғанда үнсіз қалуды үйренді. Генерал дән риза еді. «Жабайы қызды үйреттім», деп мақтанатын ол ішімдік істес достарына. Енді ол жібектей жұмсақ. Бірақ генерал оның көзіне қарамайтын. Ал ол көздерде енді қорқыныш жоқ еді. Ол көздерде өлім өмір сүріп жатқан болатын. Арайлым түсінді. Қашып құтылу мүмкін емес. Қоршау биік, иттер қаваған. Күзетшілер ескертусіз атады. Демек, жол біреу ғана. Егер бұл жерден кету мүмкін болмаса, олардың өздерін бұл өмірден кетіру керек. Барлығын. Көмек ешкім күтпеген жерден келді. Аптасына бір рет арайлымды күзетпен тау бөктеріне жидектер мен шөптер теруге шығаратын. Тау ішінде ұлтуған есімді емші әже тұратын. Оның күйеуімен 3 ұлын 1937 жылы НКВД алып кетіп, қайта оралмаған. Ұлтуған әже погондыларды өлердей жек көретін. Сол күні жас солдат темекі тұтатып, назары басқа жаққа ауып кеткен сәтте, арайлым кемпірмен бетте-бет келді. Ұлтуған әже қыздың мойнындағы көгерген іздерді көріп, бәрін сөзсіз ұқты. «Шыдап жүрсің бе, қызым?» деп сұрады ол, ақырын дауыспен. «Шыдап жүрмін, әже», деп жауап қатты арайлым. Бірақ дәрменім қалмады. Егеу құйрықтар мені кеміріп жатыр. Семіз, дәу егеу құйрықтар. Кемпір тіссіз аузын ашып, мысқылдай күлді. «Ол егеу құйрықтарды мен жақсы білемін. Пагон тағып жүреді олар. Ондай тышқандарға кәдімгі у әсер етпейді. Оларға ерекше бірдеңе керек». Ұлтуған әже өзінің кенеп дорбасынан оғаш көрінетін саңырауқұлақ шығарды. Сырттай қарағанда кәдімгі кеттірілген ақшыл саңырауқұлақ. Бірақ одан адамды мас қылатындай әлсіз тәтті иіс шығыттырды. «Бұл ең улы саңырауқұлақтың арнайы түрі», деп сыбырлады кемпір. «Ормандағы ең зымиян өлім осы. Тамақтың дәмін де, иісін де бұзбайды. Қуырылған етке қоссаң, ешкім сезбейді. Бірақ оның ең басты қасиеті — ол өте қу». «Ол қалай?» деп түсінбеді арайлым. «Ол бірден өлтірмейді», деп түсіндірді әже. «Адам тамақ ішеді, ішімдік ішеді, көңіл көтереді. Бір тәулік бойы өзін сап-сау сезінеді. Ал у болса, сол кезде оның ішінде жұмыс істеп жатады. Ол бауырды қышқыл сияқты ертіп жібереді. Ал олар мұны түсінген кезде тым кеш болады. Ешқандай дәрігер құтқара алмайды. Олар есін біліп жатып, тірілей шіритін болады. Және тозақтағы шайтандар қорқатындай етіп бақырады». Арайлым саңырауқұлақты алды. Оның қолы дірілдеген жоқ. «Оларға қаншасы қажет?» «Егер тұздыққа үгітіп қоссаң, мына біреуі барлығына жетеді», деді ұлтуған әже де көзден ғайып болды.
Арайлым ас үйге оралды. Оның алжаққышының қалтасында генерал Арғыновтың ажалы жатыр еді. Ал кешке ас үйге қожайынның өзі кіріп келді. Ол көңілді әрі еліріп жүреді. Дайындал Арайлым, деп ақырды ол. 3 күннен кейін мерейтойым. Бәрі келеді. Министрдің орынбасары өзі келуге уәде берді. Дастархан қайысып тұрсын. Бәрі патшалардікіндей болсын. Егер ұятқа қалдырсаң, өз қолыммен атып тастаймын. Бәрі патшалардікіндей болады, Бақытжан Қалиұлы. Деді Арайлым көзін төмен салды. Ешкім ренжіп кетпейді. Мерейтой күні келіп жетті. Таңертеңнен бастап саяжай ара ұясындай гулеп кетті. Жүк көліктерімен небір женсік астар әкелінді. Күзетшілер зыр жүгіріп, ақ қолғап деген даяшылар хрусталь ыдыстарды орналастырып жатты. Арайлым ас үйде жалғыз қалды. Ол басты тағам, патша тұздығын өзі жасайтынын айтып, көмекшілерді қуып шықты. Отқа қақталған тұтас жас қозының етіне ол әжесінің құпия рецептімен өзі тұздық жасайтынын айтты. Ешкім қарсыласпады. Арғыновтың қатал мінезін бәрі білетін. Егер тұздық оған ұнамаса, бастары кесілетін еді. Арайлым қалтасынан баяғы саңырау құлақты шығарды. Ол күл сияқты құрғақ әрі жеміл екен. Оны келіге салып, ауыр келсаппен үгіте бастады. Шытыр-шытыр. Бұл дыбыс оған мылтықтың дауысынан да қаттырақ естілді. Саңырау құлақ салмақсыз сұр шаңға айналды. Арайлым қайнап жатқан қызыл жидек тұздығына жақындады. Дәмдеуіштер, қалампыр мен шараптың иісі ас үйді кернеп тұр. Ол сұр ұнтақты қайнап жатқан сұйықтыққа қосып, ағаш қасықпен баяу араластырды. Сол сәтте-ақ еріп кетті. Өлім енді көрінбейтін күйге енді. Ол мерекенің бір бөлігіне айналды. Кешкі сағат 7-ге қарай қонақтар жинала бастады. Жылтыраған қара ЗИС пен Победа көліктері аулаға бірінен соң бірі кіріп жатты. Көліктерден өмірдің қожайындары түсті. Кеудесі орденге толған генералдар, суық көзді прокурорлар, партия дөкейлері. Олардың әйелдері халық жауларының әйелдерінен сыпырылып алынған гауһар тастармен жарқырап, қымбат тондарға оранған. Зал адамдардың гуіліне, бақалдардың сыңғырына және күлкіге толды. Тілектер бірінен соң бірі айтылып жатты. Мерейтой иесінің денсаулығы үшін, партияның кемір жұдырығы үшін жауларымыз дірілдеп тұрсын. Генерал дастархан төрінде қып-қызыл болып терлеп, бақыттан бал-бұл жанып отырды. Ол бір-екі стақан арақты қағып салып, енді ыстық тамақты талап етті. Арайлым, деп ақырғаны сонша, төбедегі люстра сыңғыр етті. Қозына кел. Ас үйдің есігі айқара ашылды. Арайлым залға кірді. Оның қолында үлкен күміс науа бар еді. Науаның ортасында сырты алтындай болып қызарып піскен қытырлақ жас қозының еті жатты. Ал айналасындағы шағын ыдыстарда баяғы қою қызыл тұздық бұрқырап тұр еді. Залда сілтідей тыныштық орнады. Иісі керемет еді. Қонақтардың сілекейі шұбырды. Арайлым науаны мерейтой иесінің алдына қойды. Кәнекей! Арғынов пышақты қолына алып, шырынды еттен үлкен бір кесекті кесіп алды да, тұздыққа әбден батырып, аузына салды. Ол ләззаттан көзін жұмды. Еттің майы иегінен ағып жатты. Құдайдың тамағы ғой мынау, деді ол тамсанып. Құрметті қонақтар, алыңыздар. Мұндай дәмді тамақты сендер Кремльде де жемегенсіңдер. Арайлым, сен сиқыршысың. Қонақтар тамаққа бас қойды. Олар аш қасқырдай ашкөздікпен тоқтамастан жеп жатты. Нанды тұздыққа батырып, бармақтарын жалап қояды. Генералдың шаруа қорлығын мақтап жатты. Мына тұздықтың кереметін-ай, ашшылау, сәл қышқылдығы да бар, деп тамсанды облыс прокуроры қосымша ет салып жатып. Резептін ешкімге бермеймін, деп қарқылдап күлді Арғынов. Бұл менің жеке құпиям. Арайлым қолдарын төмен түсіріп, қабырғаға сүйеніп тұрды. Ол аймақтағы ең қорқынышты 20 адамның өз ажалын қалай жеп жатқанын бақылап тұрды. Удың олардың асқазанына түсіп, қандарына қалай сіміп жатқанын көрді. Ол дәл қазір, олар тек жидек пен шараптың дәмін сезініп отырғанын, бірақ механизмнің әлдеқашан іске қосылғанын білді.
Саррат механизмі орнатылған бомба өз уақытын санауды бастады. Кенет Арғынов оған қарады. Ол қонақтардың алдында мақтанғысы келді. Кәне, бергел асыраушым деп, майлы саусағымен шақырды. Арайлым жақындады. Мына сұлуды көріп тұрсыңдар ма? Арғынов үстелді қолмен нұсқады. Өзі момақан, бірақ қалай тамақ пісірет десеңші? Және тек тамақ пісіріп қана қоймайды. Қонақтар мысқылдай күліп жіберді. Мынаған айыппұл ретінде құйып беріңдерші, деп бұйырды генерал көмекшісіне. Қожайынның денсаулығы үшін ішсін. Арайлымға қырлы стақанмен арақ ұсынды. Іш, деп ақырды генерал. Түбіне дейін, мен 100 жыл жасау үшін іш. Арайлым стақанды алды. Ол өзін қорлаған жауыздың көзіне тік қарады. Іш, ақымақ, деп асықтырды қонақтар. Ол керен дем алып, бірақ көтерді. Отты сұйықтық тамағын күйдіріп жіберді. Пез құрық кетсең екен, деп ойлады ол ішінен. Бірақ дауыстап, сіздің денсаулығыңыз үшін Бақытжан Қалиұлы, деді. Міне, нағыз қазақы мінез, деп қуанды Арғынов. Ал енді жоғал көзіме, мырзалардың демалуына кедергі келтірме. Арайлым залдан шықты. Есіктің артында жаңа күлкінің жарылысы естілді. Олар тойлауды жалғастырды. Бұл олардың ең соңғы асы екенін ешқайсысы білген жоқ. Олардың өмірінің аяқталуына тура 24 сағат қалған еді. Келесі таң саяжайда ауыр, мақтадай тыныштықпен басталды. Қонақтар түске таман тарай бастады. Барлығының өмдері қуқыл тартып, бастарын әрең көтеріп жүрді. Арғынов оларды басын ұстаған күйі шығарып салды. Жақсы отырдық, Бақытжан, деді прокурор, қарлығыңқы дауыспен көлігіне отырып жатып. Кек ішім бір түрлі бұрат тұр. Коньяк тым ескі болған-ау деймін. Ештеңе етпейді. Қымыз ішіп, керлеп аламыз, деп әзілдеді генерал. Бірақ өз ырзы де бойынан оғаш әлсіздікті сезініп тұр еді. Ішінде бір мұзды түйір пайда болып, баяу айналып жатқандай болды. Арайлым оларды ас үйдің керезесінен бақылап тұрды. Ол олар білмейтін шындықты білді. Ұлы саңырау құлақ өте қу ажал. Алғашқы тәулік ол жалған жақсару кезені. Бұл кезде бауырды ертіп, бүйректі ұнтаққа айналдырып, қан жасушаларын өлтіріп жатады. Бірақ адам өзін жай ғана тамақтан ұшындым деп ойлайды. Нағыз тозақ түнге қарай басталды. Арғынов ішіне біреу қып-қызыл темір көсеуді тығып алып, бұрап жатқандай сұмдық аурудан оянып кетті. Ол айғайлағысы келді, бірақ тамағынан тек ыңырсыған үн шықты. Ол қара өтпен құсты. Телефонға қарай еңбектеп барды. Саусақтары бағынбай, қояншық ауруына шалдыққан адамдай тірілдеді. Дәрігерді шақыру үшін тұтқаны көтермек болғанда, телефонның өзі шыр ете түсті. Бұл прокурордың көмекшісі еді. Тұтқадағы дауыс жылап тұрды. Жолдас генерал, сұмдық болды. Ержан Маратұлы өліп барады. Дәрігерлер түк түсінбей жатыр. Аузынан қан кетті. Ол бақырып, өз терісін өзі жыртып жатыр. Арғынов тұтқаны түсіріп алды. Сол секундта жаңа ауру ұстамасы оның бүкіл денесін түйіншектей түйіп тастады. Ол орындықтарды құлатып, кілемнің үстіне құлады. Саяжай оянды. Күзетшілерді шақырыңдар, деп айғайлады кезекші дәрігер. Бірақ табиғаттың ең сұмдық уына қарсы қарапайым терапевт не істей алсын? Ол ауруды басатын дәрі салды, бірақ морфий көмектеспеді. 1 сағаттан соң арнайы байланыс желісі үзілердей шырылдады. 20 қонақтың 18-і жансақтау бөлімінде жатты. Симптомдары бәрінікі бірдей. Тоқтаусыз құсу, бүйректің істен шығуы, бауырдағы адам төзгісіз сұмдық ауру. Алматының ең мықты токсикологтары аяғынан тік тұрды. Бұл улану. Олар не жеген? Удың көзін табындар. Арғынов өзінің үлкен төсегінде суық, әрі жабысқақ терге малшынып жатты. Оның беті жер сияқты сырланып, көздері шұңқырланып кеткен. Басқалардың тағдырын шешіп үйренген адам қазір тірілей шіріп жатқан бейшара етке айналды. Құсу арасындағы үзілістерде ол ынырсып: «Су, өлтіріңдерші мені, су беріңдерші», деп жалынды. Есік ашылды. Бөлмеге Арайлым кірді. Ол міз бақпастан, сабырлы,
Ол қашуға тырыспады. Ол тек осы сәтті көргісі келді. Арайлым генералдың құлағына еңкейді. Ауыр тиді ме, Бақытжан? Деп сұрады ол сыбырлап. Арғынов көзін ашты. Оның жанарында тану үрейі жарқ етті. Сен, деп ырылдады ол. Қаншер, сен, мен. Бұл мен үшін, анашым үшін. Сен өмірін қорлаған барлық қыздар үшін. Сен өзіңді құдаймын деп ойладың ба? Жоқ. Сен бар болғаны сойысқа кеткен малсың. Генерал оның тамағынан жабыспақ болды. Бірақ қолы дәрменсіз көрпеге құлады. Кезекті ауру қысып, оның денесі доғаша иілді. Ол оқ тиген қасқырдай ұлып жіберді. Арайлым бойын тіктеді. Оған соңғы рет қарады да, бұрылып оны өз ластығында өлуге қалдырып, бөлмеден шықты етті. Генерал Арғынов ұзақ қиналды. Оның ажалы тағы 6 сағатқа созылды. Соңында ол адам болудан қалған еді. Күзетшілер құлақтарын бітеп алғанша, бақырған жай ғана ет кесегіне айналды. Ол таңға жуық, үрейден қисайған бет әлпетімен өз құсығына тыншығып өлді. Онымен бірге тағы 12 адам жан тәсілім етті. Прокурорлар, министр, генералдар. 6 адамды дәрігерлер аман алып қалғанмен, олар өмір бойы төсекке таңылған мүгедек болып қалды. Саяжайға Алматыдан қара құзғын көліктер жетіп келгенде, олар шекара бұзған диверсанттар мен тыңшылар тобын көреміз деп ойлаған. Бірақ олар тек қабір тыныштығын тапты. Арайлым қашқан жоқ. Ол артқы есіктің баспалдағында шәлісіне оранып отырды. Жанында заттары салынған түйіншегі тұрды. Ол шығып келе жатқан күнге қарап жымиып отырды. Оны сол сәтте-ақ жерге жақты. Мылтықтың дүмбісімен ұрып, жермен сүйреп әкетті. Кергеу кезінде НКВД полковнигі шашырап оған айғайлады. Сені кім үйретті? Кімнің тапсырмасы? Ағылшын барлауы ма? Америкалықтар ма? Айт, кім тұр сенің артында? Арайлым оған өзінің тұп-тұнық, сабырлы көздерімен қарап, ақырын ғана жауап берді. Ешкім. Кек саңырау құлақтар. Менің артында қасиетті табиғат тұр. Және Құдай. Ол ұлтуған әженің атын ешқашан атамады. Ол ешкімді сатқан жоқ. Кергеушілер 22 жастағы бір қыздың қарусыз, ешқандай дайындықсыз мемлекеттік қауіпсіздік басқармасының ең жоғарғы басшылығын басымен жұтып қойғанына сене алар емес еді. Бұл олардың ақылына сыймады. Бұл жүйе үшін өте қорқынышты жағдай болды. Өйткені кез келген қарапайым аспаз қыз осылай кек ала алатын болса, онда олардың ешқайсысы қауіпсіздікте емес деген сөз. Сот болған жоқ. Істі өте құпия деген белгімен жауып тастады. Барлық құжаттар жойылды. Газеттер үшін ресми нұсқа сапасыз ішімдіктен жаппай улану болды. Партия өзінің элитасын ұлы саңырау құлақпен қырып тастағанын мойындай алмас еді. Арайлымды 3 күннен кейін Арғынов өз құрбандарын азаптайтын түрменің дәл сол жертөлесінде атып тастады. Айтуларға қарағанда, ату жазасының алдында ол жыламаған да, рақымшылықта сұрамаған. Оны қабырғаға қарай тұрғызғанда, ол тек бір ғана сөз айтыпты. Мен оларды тойдырдым. Енді өлу де қорқынышты емес. Мылтық даусы оның өмірін қиды. Бірақ көлді саяжайындағы қанды той туралы аңыз тірі қалды. Оны жүргізушілер, күзетшілер, жедел жәрдем дәрігерлері бір-біріне сыбырлап жеткізді. Бұл тарих өзін өмірдің қожайыны санайтындардың барлығына үлкен ескерту болды. Тыңшылардан да, оқтан да қорықпаңыз. Сіз қорлаған, таптаған адамдардың көз жасынан қорқыңыз. Өйткені кек үнсіз, көрінбейтін және ең дәмді тұздықпен берілуі мүмкін. Достар, осымен біздің тарихымыз аяқталды. Арайлым өз кегі үшін өмірімен құн төледі. Бірақ ол жеңілмей кетті. Пікірлерде жазып қалдырыңыздар. Сіздердің ойларыңызша, Арайлымның істегені дұрыс болды ма? Бұл әділ жаза ма? Әлде қатыгез кісі өлтіру ме? Зорлық-зомбылық жауап ретіндегі қатыгездікті ақтай ала ма? Мен сіздердің жауаптарыңызды міндетті түрде оқитын боламын.